Сәлем достар, сіздермен Let's Cook KZ арнасы бүгін ешқандай айран қажет етпейтін, жұп-жұмсақ болып шығатын зебра пирогын пісіреміз. Видео қызық болса, оны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Сонымен достар, ең алдымен терең және таза ыдысқа бөлме температурасындағы 4 жұмыртқаны жарамыз. Енді осыған 180 грамм қант қосып, миксермен аппақ және үлпілдек масса болғанға дейін араластырамыз. Мен миксердің жай жылдамдығында шамамен 4 минуттай араластырдым. Ал қазір осы массаға 150 грамм сұйық май мен 130 грамм сүт құйып, тағы бір миксерлеп аламыз. Енді алдын ала еленген 250 грамм ұнға 10 грамм қопсытқыш салып, екеуін араластырып алғаннан кейін ұнды жаңағы массаға саламыз. Және бірінші жай ғана осылай араластырып, одан кейін бір келкі болғанша миксерлейміз. Ал енді қамырдың жартысын бөлек ыдысқа құйып алуымыз керек. Және бір жартысына 2 ас қасық какао қосып, бір келкі болғанға дейін араластырып аламыз. Осымен шоколадты қамыр дайын. Ал қамырдың екінші жартысына 2 ас қасық ұн қосып, оны да араластырып аламыз. Екінші қамыр да осымен дайын. Ал енді астына пергамент төселіп, шеттеріне май жағылған формаға қамырды 2 ас қасықтан кезек-кезек саламыз. Соңында қамыр формада бір келкі болу үшін форманы кішкене осылай қимылдатамыз және шпажкамен видеода көрсетілгендей сурет салып шығамыз. Пирогты алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіреміз. Піскенін міндетті түрде шпажкамен тексеріңіздер. Мінекей достар, зебра пирогы дайын, өте жұмсақ, тәтті және әдемі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және рецепт үшін лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.